Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода сіздерге мінсіз өте дәмді болып шығатын макаронстың рецептімен бөлісемін. Негізінде француздық макарон миндаль ұнымен жасалады, ал бұл видеода мен сіздерге кәдімгі ұннан макарон жасауды көрсетемін. Видео пайдалы болады деген ойдамын, соңына дейін қараңыздар. Ал енді бізге керек заттарға көшетін болсақ, керек заттарды граммен описаниеға жазып кетемін. Барлығын граммен таразыда өлшеулеріңіз керек, ол өте маңызды. Алдымен елекке қант ұнтағы және де ұнды қосамыз да електен өткізіп аламыз. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Бізге жұмыртқаның 2 ақ уызы керек, соны саламыз. Ешқандай сарысы түсіп кетпеуі қажет. Шымшым, тұз не болмаса лимон қышқылын саламыз. Миксердің ең ақырын жылдамдығынан бастап араластырамыз. Осылай көпіріп, өз формасын ұстап тұрғанша араластырамыз. Одан көп араластыруға болмайды. Сонымен қантымыздың барлығын салып болғаннан кейін осындай болып шығуы қажет. Егер де макарондарыңыз түрлі түсті болғанын қаласаңыздар, осы кезде краситель қосасыздар, кішкене ғана тамшы жетеді. Бағана араластырып қойған біздің сахарная пудра және ұнды саламыз. Барлығын толықтай саламыз және де араластырамыз. Басында кішкене араласпауы мүмкін. Осылай бір қалыпта араластыруымыз қажет. Осылай түсі шығып бастайды. Осындай күйге жеткен кезде араластыруды тоқтатамыз. Енді бізге кондитерлік қапшық және де дөңгелек насадка қажет. Сіздерге ескертетін нәрсе, макарон пісірген кезде пергамент қолданбаңыздар. Силиконовый не болмаса тефлоновый ковриктер қолданғандарыңыз дұрыс. Себебі пергаментте пісірген кезде сіздердің макаронстарыңыздың түрі барлығы бұзылып кетеді. Осылай ұрып тегістеп аламыз. Бөлме температурасында 1 сағат ұстаймыз, содан кейін қызып тұрған духовкаға 130 градуста 20 минуттай пісіреміз. 100 грамм сливкеге сахарная пудра қосып араластырып аламыз. Негізінде шоколад қосып ертуге болады, солай істесеңіздер де болады. Өз формасын ұстайтындай болып шығу қажет. Бір-біріне сайларын таңдап аламыз және де осылай кремін жағып ортасына беттерін жауамыз. Жасап болған соң бір түнге холодильникке салып қойыңыздар, сол кезде дәмі өте керемет болып шығады. Сонымен біздің макарондарымыз дайын. Мен өзім бірінші рет жасап көрдім, сонда да өте күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.